Сәлем достар, бүгін біз Тұрардың еркемен гитарада ойнап үйренеміз. Мен сіздерге екі вариант көрсетем. Біреуі перебормен, екіншісі боймен. Сіздерге қайсысы ыңғайлы, сонымен үйренесіздер. Ең бірінші аккордтарын көріп өтейік. Бұл әннің оригинал аккордтары. Бұл си мажор, яғни саусағымызды бірінші латқа қоямыз, үш саусағымызды бірге ұстаймыз. Сосын 2 мен 3-ші латтың ортасында. Одан соң GM әлде. Соль минор. Бірінші саусағымызды 3-ші латқа қоямыз. Одан кейін екі саусағымызды 4 және 5-ші. 4-ші 5-ші латтың арасында. Үшінші аккорд S7 әлде до минор. Бұл жерде бірінші саусақ қозғалмайды. Сосын мына жерде AM аккордын ұстаймыз. S7. Одан соң F. Фа мажор. Ал егер сен баресіз ойнаған келсе, онда аккордтары мынадай. G, одан кейін EM, одан соң S, одан соң D. Аккордтарды көріп болсақ, оң қолға көшейік. Оң қолда бізде бірінші перебормен көрсетем. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. И осылай басынан соңына дейін. Ал егер сен боймен ойнаған келсе, онда төмен жабамыз и 3 рет жоғары. Сосын жабамыз. Міне осылай. Ал енді осының бәрін әнмен қосылып ойнап көрейік. Сенің таза сезіміңе мас болар. Осымен бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Егер ұнаса, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз.